Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен салмасы шырынды, қамыры үгілмелі, етті бәліштің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Үгілмелі қамыр үшін бізге ұн, сары май, айран, бір жұмыртқа, тұз және разрыхлитель керек болады. Салмасына фарш, пияз, картоп және тұз, бұрыш қажет болады. Үгілмелі қамырымызды жасаймыз. Ол үшін ұнға разрыхлитель және сары майды салып, қолдың көмегімен осылай ұнтақтап аламыз. Енді осы ұнымызға бір жұмыртқа, тұз және де айранды қосып, бірінші қасықтың көмегімен араластырамыз, кейін қолдың көмегімен қамыр илейміз. Қамырды басында илеген кезде кішкене тығыздау болады, бірақ біраздан кейін қамырымыз жұмсарады. Өйткені ішінде сары майымыз бар. Міне қамырымыз дайын болды. Енді қамырымыздың бетін орамалмен жауып, бөлек қоймыз. Енді салмамызға кірісеміз. Ол үшін пиязымызды 4 бұрышты етіп тураймыз. Картопымызды да кішкентай 4 бұрышты етіп турап, фаршқа қосамыз. Енді тұзымызды дәміне қарай бұрыш және де 2 ас қасық күнбағыс майын қосып, қолымызбен жақсылап барлығын араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызға кірісеміз. Ол үшін қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Біреуі кішірек, біреуі үлкенірек болу қажет. Үлкенірегін домалақ етіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Енді осы қамырды пергамент қағазына саламыз да, тағы да үстінен жақсылап домалатып жайып аламыз. Кішірек бөлігінде домалақ етіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Енді үлкенірек жайылған қамырдың үстінен салмамызды саламыз. Қасықтың көмегімен орналастырып аламыз. Шет-шетіне қатты жақындатпаңыз. Енді кішірек қамырымызды үстінен салып, астындағы қамырды үстіне қарай біріктіреміз. Егер сіздерге үлкенірек бәліш керек болса, осы барлық рецептті 2-ге көбейтіп жасасаңыздар болады. Сіздердің ыңғайлықтарыңыз үшін барлық рецепттің ингредиенттерін осы видеоның астында жазып қойдым. Енді бәлішіміздің шет-шетін әдемілеп өріп шығамыз. Негізі бұл әдемілік үшін ғана жасалады. Бұны өрсеңіздер де болады, өрмесеңіздер де бола береді. Және де бәлішіміздің ортасын міндетті түрде тесіп қойыңыздар. Сол кезде ауасы кіріп, бәлішіміз жақсы пісетін болады. Енді бәліштің үстін міндетті түрде сары уызбен жағып шығамыз. Сары уызды жағып болғаннан кейін мен бәліштің үстінен мак септім. Сіздер егерде кунжут болса, кунжут дәндерін сепсеңіздер болады. Енді осы бәлішімізді 180 градуста 20 минут духовкада пісіріп аламыз. Міне осындай өте әдемі, өте дәмді болып шығады. Иісі деген енді керемет, үйдің ішін бәрін алып кетті. Өте дәмді болады. Менің рецептімен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осы бәлішті менің отбасым өте қатты жақсы көреді. Өйткені өте дәмді болады. Қамыры өте сондай үгілмелі, ішіндегі салмасы дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де отбасыларыңызбен бөлісіп, достарыңызбен бөлісіп, менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Келесі кездескенше күн жарық.